Мерейлі мереке қарсаңында Қазалы ауданында нысандар ашылып, Абай ауылына көгілдір отын желісі қосылуда. Бұл расында да көптен күткен игілік. Қазір Қазалы ауданының газдандыру көрсеткіші 65%-ға жетті. Біз алғашқы болып аудандардың арасында Қазалыда Сырдарияның арғы бетіне көгілдір отын алып барып жатырмыз. Сырдарияның арғы бетіндегі ауылдарға көгілдір отын барып жатыр. Одан бөлек биыл осы үлкен магистралды газ құбырын жүргізуге ауданға 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Осы арқылы келесі жылы 4 ауыл, 4 елді мекен көгілдір отынға осы Қазалы ауданында қосылатын болады. Бүгінге дейін Қазалы ауданында 600 шақырымнан астам газ құбыры тартылып, 10.763 тұрғын үй мен 350 мекеме кәсіпорынға қосылды. Елдің дамуы ауылдың гүлденуінен басталады, ал ауылдың дамуы келешегі еңбекқорлық пен бірлікке байланысты. Газ қосу рәсімінен кейін аймақ басшысы ауыл тұрғындарымен кездесіп, атқарылған жұмыстар алдағы бағдар туралы айтты. Әсіресе қолға алынған инфрақұрылымдық жобаларға, әр саладағы жаңашылдықтарға тоқталды. Кездесуге келушілерден ой пікірлерін тыңдады. Нұрдәулет Қалабеков, Руслан Жүсіпбеков, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Қазалы ауданынан.